Сәлем достар, бүгін үкімет отырысында құрылыс саласына жауапты министр Қайырбек Өскенбаевтан 7-20-25 бағдарламасы бойынша пікір сұрадық. Аталған бағдарлама бойынша баспана алғысы келетін азамат 1 шаршы метр пәтердің құнын 420 мың теңгеден бастап ала алады. Ал қолма-қол ақшаңыз болса 350 мың теңгеден баспаналы болуға мүмкіндік қарастырылған. Осы мәселені министр шеше ала ма? Егер жауап қызықтырса, видеоны көріп шығыңыз. Сондай-ақ каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытып кетпеңіз. Мамыр айының аяғына дейін Урдалаев каналына жазылушылардың санын 50 мыңға бірге жеткізейік. Нұр-Сұлтан-Алматы тас жолы қашан салынып бітеді және қанша пайызы салынды және мердігер компания айтқан осы туралы ақпарат. Ол шынында да көп сұрақтар. Қарағанды, Алматы деп отырсыз ба? Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтан мен Қарағанды арасында жол салынды ғой. Қарағанды мен Алматы, әсіресе Қарағанды мен Балқаштың арасындағы жол халықтың арасында туындап жатқан мердігерлермен қазір біз жұмыс істеп жатырмыз. 20-сынан бастап олар толығымен жұмысқа шығуы тиіс дейді. Құрылыс материалдардың бағасын өзгеруіне байланысты олар біздің алдымызда мәселе көтеріп отыр. Баға жолдың бағасы өсіп кетті. Екіншіден туындайды кейбір мердігерлер қазір қылмыс істер қозғалып, кейбіреулер қамауға алынды. Солда кішкене сондай қиыншылық туындап отыр. Бірақ сол мәселелерді шешіп отырмыз. 20-сынан кейін толық шыға ма деп отырмыз. Сосын тағы бір сұрақ, Шығыс Қазақстанның жолы, мысалы үшін бізде Алакөл бар, ол жақта орналасқан. Бірақ бір барған адам ол жаққа қайтып барғысы келмейді, себебі жол өте нашар. Сол жаққа қашан назар аударылады жалпы? Өздеріңіз білесіз ғой, Талдықорған мен Өскеменнің арасында жол салынып жатыр. Арасында әлі салынбай қалған бір-екі учаскелер бар. Оны осы тақауда биыл келесі жылы толығымен бітіреміз. Сіз айтып отырған Аягөз, Семей, Жарбұлақ. Ол жолға да мердігерлер келіп кетті. Мердігерлерді ақшасы көзделді, бірақ жаңа айтқан мәселеге бойынша ол жерінде мердігерлері қылмыстық іске қозғалды. Сол шәрумен жүріп отыр. Бірақ оларды ауыстыру мәселесі, сосын бағаны қалпына келтіру мәселесін қазір көздеп отырмыз. Оны да осы тақауда бастап аяқтауға тырысамыз. Осы орында кезет сайты Серік Жолдасбай. Сұрағым 7-25-ке байланысты сұрақ. Мына 7-25 бағдарламасы бойынша қолма-қол ақшаменен 350 мыңға квадратын алуға болады, ал бағдарлама бойынша 420-дан ары қарай. Осы нәрсені бір жүйелеуге бола ма, бағаларын бір сәйкестендіруге бола ма жалпы? Министр бұл бағытта не жұмыс істеу керек? Жоқ, мысалы 7-20-25 енді ол ұлттық банктың бағдарламасы бар. Біз мына үйді қолжетімді жасау үшін әр адам саны Қазақстанда өз табысына байланысты зерттедік. Сол себептен біздің отбасы банктың бағдарламалары мысалы жағдай төмендеу кісілерге арналған. Сол себептен 2%-дан, 5%-дан, ал 7%-дан алатын кісілерді біз ойлап отырмыз. Олар деңгейлері кішкене биіктеу, олар жалақы мүмкіншілігі де бар деді. Сол себептен біз қазіргі енгізген заңға сол саты ретінде әр адамның табысын зерттеп іріктеп қойдық. Сол себептен сол табысына байланысты әр адамға мүмкіншілік беріп отырмыз. Арзандау үй алатын жағдайың болса 2%-бен ал, 5%-бен ал енді жағдайың тұрақты жұмысың болса, табысың болса, онда 7%-бен үлкенді үйлерді алды. Қолма-қол ақшамен сатып алатынның жағдайы жақсы ғой жалпы, бағдарламаға жүгінетініне қарағанда. Енді осыны бір алдағы уақытта бағдарлама жасаған кезде құрылыс компаниясына міндеттеуге бола ма? Мәселен, сен сататын болсаң, мына баға алшақ болмасын. Мәселен, 350-ге сатсаң, сен 380-нен артық сатпа деген секілді. Оларда енді өз-өз осы, құрылыс басталғанда бағасын төмендетті, құрылыс неғұрлым аяқталып жатқанда бағасы өсіп кетеді. Сондай бір саты ретінде ол құрылыс компаниялары өзі қойды. Құрылыс жаңағына басталып жатқан кезде, бірақ бұл жерде қауіпті да, дұрыс па да?
ол құрылыс компаниямен ертең бірдеме болып қалса, сіздің ақшаларыңыз күйіп кете ме, әлде өздеріңіз үлескерлер көбі қазір далада жүр ғой. Қазір мәселесін биыл Алланың десе толығымен шешетін шығармыз енді мынау Астана қаласы. Бірақ ондай қауіптік бар. Бірақ енді қазіргі заманда наркотикқа байланысты біз айта алмаймыз, сен осындай бағамен сал, осындай бағамен салма деп. Ол жеке өзі ақшасы болғаннан кейін, ол да бір жерден ақша тартып кетеді ғой. Сол себептен оған ондай біз қоя алмаймыз. Енді былайша құрылыс компаниясына түсетін ақша ары кетсе 1-2 айда түсетін шығар, мәселен банктен аударылып 1-2 ай күткеннен құрылыс компаниясының бір анша уақыт ештеңесі кетпейді да. Осыны бір алдағы бағдарлама жасаған кезде тағы ескеруге болады ма? Ойланып көрейік жаңа. Жаңадан бағдарлама қабылданады деген секілді әңгімелер айтылады, өзіңіз айтып қалдыңыз, қателеспесем. Жалпы ол бағдарлама қандай шартпен беріледі мәселен? 7%-дан түсе ма? Онда үй бағдарламаларын шында да біз бір қалыптасқан, бір тұрып қалған кезде сақтамаймыз. Өзіңіз көріп отырсыз ғой, жаңадан бағдарламаны шығарып, қолжетімді болсын деп ауыстырып отырмыз. Сол себептен сіз айтқан мәселені зерттеп көрейік. Здравствуйте, Женя Уренко.